Армысыздар, құрметті жарық жұлдыз атты бағдарламамыздың көрермендері. Бүгінгі біздің жобамыз ерекше бір форматта өтпек, себебі бүгінгі біздің қонағымыз Азия чемпионатының, әлем кубогының жүлдегері, халықаралық жарыстардың жеңімпазы, Қазақстан чемпионатының абсолютті чемпионы Нұркен қызы Алтынай келіп отыр. Қош келдің, Алтынай. Бүгінгі бағдарламамызда өзіңді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Олай болса бағдарламамызды бастайық. Жалпы осы сенің өзінің айналысатын спорт түріне тоқталып өтсең. Мен 4 жасымнан бастап гимнастикаға анам апарды. Басында көркем гимнастикамен айналыстым, және 13 жасымнан бастап эстетикалық группалық гимнастикаға көштім. Бұл спорт түрі маған өте қатты ұнайды. Мен билеген кезде өзімді өте еркін сезінемін, және әртүрлі эмоцияларды өзіме қабылдаймын. Жақсы. Олай болса, осы бір спорт түріне келуіне себепкер болған кім? Ең біріншіден ол менің анам. 4 жасымнан бастап балабақшадан алып кетіп, мені тренировкаларға апарған анам болып саналады, және ол үшін анама үлкен алғыс айтамын. Керемет, жарайсың. Алдағы уақытта саған сәттілік тілеймін. Келесі бір сұрағым, жалпы сен осы Азия чемпионатының жүлдегерсің. Осы бір чемпионаттан өту барысын, өзінің сол уақыттағы сезімін айтып өтсең. Азия чемпионаты негізі өзіміздің елімізге, Қазақстанға өте маңызды бір жарыс болып табылады. Біз командамызбен бірге өз елімізді көрсетуге, қорғауға сол жаққа бардық. Ол бізде Малайзия елінде өтті. Біз Азия чемпионатының күміс жүлдегері атандық, және ол бізге өте қатты қуаныш болды. Біз үшін бұл өте үлкен жетістік. Жақсы, керемет. Жалпы сен осы бірнеше титулдың иесі болып табыласың. Осы бір титулдың ішіндегі ең ерекшесі, ең есінде қалғаны қайсысы? Және де ол не себепті сен есінде қалды? Ол бізде әлем кубогы болып табылады. Біз сол әлем кубогында қола жүлдегер болып атандық, және бұл өте үлкен қуаныш. Біріншіден біздің елімізге өте үлкен мадақ десек те болады. Және біздің командамыз да өте қатты қуанды. Мен ол үшін бапкеріме өте үлкен алғыс айтамын. Бапкердің есімін атап өтсең? Жабоева Жанет. Керемет, жақсы. Осы спортта өнердің бір түрі, осы бір өнер жолында өзінің үлгі тұтатын адамдардың бар ма? Бар. Ол біріншіден мен өзім, және екіншіден ол менің бапкерім. Тағы да айта кетсем, Жабоева Жанет. Мен өз бапкеріме өте үлкен алғыс айтамын, және одан үлкен үлгі аламын. Әр тренировка сайын ол бізге мотивация беріп, және үлкен әлемдік жарыстарға дайындайды. Тамаша. Алдағы уақытқа өзінің қандай жоспарларың бар? Осы жылда бізде бір үлкен мақсат, ол тек қана Алматы қаласында, және біздің командада ғана емес, ол бізде барлық Қазақстанда бір мақсат. Ол бізде осы Алматы қаласында өтетін әлем чемпионатының командалық есепте қола жүлдегері атану. Жақсы, сәттілік тілеймін. Бұйырса алтын медальді қолдарына ұстап, Қазақстанның үлгі тұтар азаматшалары болып қала беріңдер. Олай болса, өзінің ұстаздарына, мектебіне, сыныптастарына айтар бір жылы сөздерім болса? Ең алғаш мен мектеп қауымына үлкен алғыс айтамын, және өзімнің сынып жетекшіме, сыныптастарыма үлкен алғыс айтамын. Күн болса да, түн болса да мені аэропортқа қарсы алуға келеді. Менің апайыма және сыныптастарыма үлкен алғыс айтамын, және мені барлық кезде қолдап жүреді. Бұл маған спортта да, өмірде де үлкен шабыт береді. Олай болса, өзі өмір жолында саған бір керемет ұстаз кезікті деген ойдамын. Жалпы өзіңді осы болашақта қандай мамандық иесі ретінде көресің? Мен өзімді бапкер ретінде көремін. Осы өз бапкерімнен үлгі аламын, және мектеп бітіргеннен кейін Казас универіне түскім келеді. Менің мақсаттарым орындалады деп сенемін. Жақсы, осы болашақта қойып жатқан арман тілектеріне, мақсаттарына жете бер деген келеді. Биылғы жылы оқу бітіретін аға әпкелеріне айтар тілегіңді тыңдасақ? Биылғы жылы оқу бітіретін аға әпкелеріме ұлттық бірыңғай тестте сәттілік тілеймін, және осындай қазақ елінің бір маманы болсын деп тілеймін.
елімізді көркейтуге өз үлесін қосады деп сенемін. Жақсы, керемет. Жалпы осы спорттан басқа өзің тағы да бір айналысатын хоббиларың бар ма? Иә, мен тағы да вокалмен айналысамын. Керемет. Бірақ өмірімнің жартысын спорт алады деп айтсам болады. Және осы спортты бітіргеннен кейін көптеген хоббимен айналысқым келеді. Ән айту, билеу және мәнерлеп оқумен айналысуды жоспарлаймын. Керемет. Жан-жақты қыз екенсің, жарайсың. Осы спорттың өзінің қандай пайдасы бар жалпы? Ол біріншіден біздің болашағымызға үлкен үлес қосады. Қазақстан елін көркейту үшін адам жан-жақты болу керек деп ойлаймын. Және спорт ол менің өмірімнің бір бөлшегі, иә. Және бұл Қазақстанды көркейтуге өте үлкен үлесін қосады деп сенемін. Керемет, жарайсың. Саған алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі өзіміздің жарық жұлдыз атты бағдарламамызда осындай бір керемет тұлғаны көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта Алтынайға тек қана сәттілік тілейміз. Және де келесі кездескенше сіздерге қош, сау болыңыздар. Сендер қандай киім кисіңдер? Қара форма тренировкада, ал уже билеген кезде купальник тіктіреді, оның страза жабыстырып, прям әдемі. Барлығына бірдей сонда алып тіктіре ма? Что оған қанша кетеді? Көп. Суреттерін көрсетші, көрінге өтір. Красавицасың ба? Аналарға қарағанда сендер шынайды. Айтпамыз, қарғыр,